you. That's what you... There you are. And he tricked me. I don't need anybody. No one at all. Содан Грак жынданып кетеді. Оған ага бозбаланы өздерімен бірге алып қайтып тұруды ұсынады. Грак менің бір аяқталмаған ісім бар еді дейді. Бозбала сурет қарап отқанда құрбылар оралады. Бозбала олардың алдынан шығып, ипқа ұрсып, Донды алып кетеді. Үйде бәрі дастархан басында отыр. Танк гүл жеуде. Грак пен ага жолай тойып келгендерін хабарлайды. Бэттермандар Бозбала мен Донды байқап, оларды кешкі асқа шақырады. Бозбала қызға ісіп кеткен қолыңды көрсетпей отыр дегенде, қыз окей дейді. Ит кеп Бозбалаға дікеңдейді. Ол Бозбалаға жүр, бұл жерден кеттік дейді. Бірақ Бозбала кете алмайтын мәлімдейді. Қыз кетеді. Грак бананның қабығын үстелге қойып, бананның бәрін жеп қойған мәлімдейді. Фил маңырап сыртқа жүгіреді. Бозбала келе жатып, Грак пен жылап атқан Филға соқтығысады. Фил әр 100 күн сайын біреу кеп, оған банан беріп жүргенін айтады. Кенет сол біреу келді. Қақпа тесіліп, Фил шыңғырып атыр. О жерде кішкентай маймыл. Бозбала мен кеттім деп, Грак жыртылып тұрып күледі. Маймылдың артында көп екен маймылдар. Олар адамдарға шабуылдауда. Сосын оларды бір жаққа алып кетті. Үміт терезеден қақпаның сынғанын көріп, әйелдер еркектерді біреулер ұрлап кеткенін түсінеді. Сэндиге Бозбаланың тәпішкесін ескертіп, олар жолға аттанады. Еркектерді маймылдар ағаштың ішіне тығып қойып тасымалдауда. Басқа жақта танк телевизорға тәуелді болып қалған. Олар қауіпті, акулалары бар көпірге келгенде ұрсысып, суға құлайды. Осылай жолдарын жалғастырады. Жігіттерді бір өңгірге алып келген. Бұяқта неше түрлі маймылдар бар екен. Олардың көсемдері ақсақал шығады. Олардың тілінде Бозбала сөйлесе алады екен. Бозбала маймылдардың ашулы екенін және банан қалайтынын айтады. Көсем әңгімесін айтуда. Су молынан, ең бастысы банан молынан болды. Бірде ай толғанда құбыжық банандар үшін келді. Бір күні сарқырамада су ақпай қап, банандар қурап қалды. Құбыжық кеп, банан жоқ болған соң маймылдарды алып кетті. Фил сол суды өзіне бұрып алғанын айтып, Бозбала оны маймылдарға аударып қояды. Маймылдар ашулы. Фил ағаштан найза жасап алады. Оған қарап маймылдар да найза жасап алды. Сол мезетте аггалар судан шығады. Әжей жас кезінде Тандер Систерс әйелдер тайпасында болғанын айтып, шашын еркектерді табуға жібереді. Үміт жынданып, жүгіріп, бір кезде сырғанап, бір өңгірге кіріп кетіп, ақырында мұз боп қатып қалады. Оларға өрмекші қасқырлар шабуылдайын дейді. Дон күшікті көріп, оны ата-анасына жібереді. Түрмедегі үшеуі, яғни Фил факел жасап, маймылдарды қорқытайын дейді. Алайда маймылдар оны тартып алады. Оларды әжейдің шашы тапты. Басқа жақта Дон өрмекші қасқырдың күшігіне дайлапы деп атыр. Ип ағаштарды қиратып жүр. Анасы оны тыныштандырып, екеуі біраз әңгімелеседі. Сосын олар ұйықтауға жатады. Үміт жабайларша жатқысы келмейді. Оның мұздап отқанын көрген отбасы пашкаға кіргізеді. Үміт кешірім сұрайды. Бозбала көсемнің үй жануары. Ал екі әке аренада сөзбен шайқасып, бір-бірінің жаман әке болғанын айтып, құлайды. Бозбала сөз сүйектен өтетін түсінеді. Маймылдар бұларды құбыжыққа бананның орнына бермекші екен. Әжей шашын күтуде. Үміт ұйқыдан тұрады. Шашы жалбырап кеткен. Көптен күткен шашта келді. Ол әжейдің басына қонып, маймылдар туралы айтады. Әжей Тандер Систерс деп пресін көрсетіп, әрқайсысына ат қойып, беттеріне бояу жағады. Сөйтіп олар жолға аттанды. Табақта 3 банан жатыр. Көсем оларға бір-бір шапалақтан береді. Сүйкімді, маңдайы бар құбыжық маймыл келді бұлар жеуге. Ол аузына сала бергенде Тандер Систерс келеді. Көсем маймылдарша шабуыл деп айғайлайды. Содан Тандер Систерс маймылдарды шашып жатыр және жыртады. Құбыжық маймыл бананды аузына салады. Әжейдің шашы оның мұрнына кіргендіктен ол 3 бананды түшкіріп шығарады. Өрмекші қасқырлардың торының көмегімен 3 бананды Тандер Систерс сүйрей жөнеледі. Оларды құбыжық қуып келеді. Сосын құбыжық жатағап жер ескейді. Табақтан 2 ересек банан түсіп қалады. Фил аяғын қайырып ап, мені тастап өзіңді құтқар дейді. Грак жоқ, бро дейді. Олар банан бауырлар деген ат қойып алады өздеріне. Ипқа қауіп төнгенде оны Бозбала құтқарып қалады. Бозбала ертеңгі күн жер емес, адам, ип болғанын мойындайды. Маймыл оларды ұстады дегенде біздікілер таспен шабуылдайды. Сосын жасы жұп тастарымен от жағып, құбыжықтың көзін құртады. Жұп сүйседі. Барлығы қуануда. Алайда құбыжық әлі өлмепті. Ол ипті тартады. Бірақ қыздың арахис пашпайынан. Содан ол құлап кетті.
Грак епті шығарып, бәрі құшақтасады. Кейін үйге оралғанда аналар қақпаны алып тастайды. Фил маймылдар тілінде сөйлесуді үйреніп апты. Ip пен бозбала отбасымен қоштасып, көршіге көшеді. Сэнди алғашқы сөзін айтады. Грак қуанып кеткен. Әжей жаңа шаш тауып апты. Әкелер банан бауыр деген тамақ алып келеді.